Әке, көзіңізді ашыңызшы. Айым әкесінің қолын қысып жылап отырды. Дәрігерлер жаңа ғана шыққан. Айтқан сөздері бәрінің жүрегін мұздатып жіберді. Миына өте көп қан құйылған. Диагнозы обширное кровоизлияние мозга. Аман қалса да бұрынғыдай жүруі, сөйлеуі екіталай. Дайын болыңыздар. Айымның құлағына одан әрі ештеңе кірмеді. Әйнектің ар жағында жатқан әкесі кеше ғана жұмыстан күліп қайтқан адам еді. Ал бүгін ес-түссіз. Аппараттарға қосылып жатыр. Осыдан 1-ақ сағат бұрын. Талғат жұмыстан шаршап келді. Айым, дүкенге барып келейін, нан таусылып қалыпты, деп есікке беттеген. Бірақ подъездің есігінен енді ғана шыққанда бас айналып кетті. Көз алды қарауытып, аяғы әлсіреп бара жатты. Қабырғадан ұстағысы келді, бірақ үлгермеді. Келесі сәтте жерге сылқ етіп құлады. Қасында ешкім болған жоқ. Тек көрші подъезде тұратын жас жігіт оны байқап қалып, бірден жедел жәрдем шақырды. Сол жігіт Талғаттың титбегінен соңғы қоңырау шалған адамды тауып хабарласты. Бұл оның жиені еді. Жарты сағаттан кейін ауруханаға бірінші болып жиені жетті. Артынан Айым келді. Дәрігерлер жүгіріп жүр. Ешкім нақты ештеңе айтпайды. Бірнеше сағаттан кейін ғана нейрохирург сыртқа шықты. Жүзінен жақсы жаңалық күтудің өзі қиын еді. Біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз, деді ол. Бірақ жағдайы өте ауыр. Сол сәтте Айымның көз алдына әкесінің бүкіл өмірі елестеп кетті. Анасының ауруы, 4 баланы жалғыз өсірген әкесі, ешкімге білдірмеген көз жасы. Бәрі. Ол кезде Айым әкесінің осынша қиын өмір сүргенін толық түсінбейтін. Айым әкесінің ауруханадағы төсеуінің жанында үнсіз отырды. Аппараттардың бір қалыпты дыбысы ғана естіледі. Әкесі ештеңені сезбейтіндей, ештеңені естімейтіндей. Бірақ Айым оның үлкен жүрегі қандай өмірді бастан өткергенін жақсы білетін. Талғат ағай Айгүлді жас кезінде шын жүрегімен сүйіп алған еді. Екеуі ауда шағын ғана той жасап, өмірлерін бірге бастады. Бақытты күндер артта қалып, көп замай тұңғыштары Қанат дүниеге келді. Одан кейін Айым, Жанат, ең кенжесі Жанерке өмірге келді. 4 баланың күлкісі естілген шаңырақтың берекесі арта түсті. Талғат күндіз жұмыста, кешке үйдің шаруасында жүретін. Ал Айгүл балаларын мәпелеп өсіріп, Пату отбасының ұйытқысы болды. Бірақ бір күні бәрі өзгере бастады. Айгүлдің басы жиі ауыратын болды. Әуелде ешкім мән берген жоқ. Шаршаған шығар деп ойлады. Алайда уақыт өткен сайын оның қылығы өзгере бастады. Бір айтқанын қайта-қайта сұрайтын. Үйдегі заттарды қайда қойғанын ұмытып қалатын. Кейде балалардың атын шатастырып жіберетін. Бір күні таңертең үйден шығып кеткен күйі бірнеше сағат бойы табылмай қалды. Бүкіл ауыл болып іздеді. Кешке қарай көрші ауылдан тауып әкелді. Айгүл өзінің қайда жүргенінде есіне түсіре алмады. Осыдан кейін Талғат оны аудандық ауруханаға апарды. Бір аурухана, екінші аурухана, тексерулер, емдер. Бірақ Айгүлдің жағдайы жақсармады. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасағанмен, ауруы күн өткен сайын күшейе берді. Сол күннен бастап Талғаттың өмірі түбегейлі өзгерді. Таңертең балаларын мектепте дайындайды, тамақтарын әзірлейді, жұмысқа барады. Кешке келіп бақшасын суарады, үйдің тірлігінде өзі істейді. Ал Айгүл кейде балаларын таниды, кейде мүлде танымай қалады. Талғат бірде-бір рет тағдырынан алынған жоқ. Балаларының алдында әрдайым күліп жүруге тырысатын, бірақ түнде бәрі ұйықтап қалған кезде ғана аулаға шығып, жалғыз өзі ұзақ отырып қалатын. Оның жүрегіндегі ауырлықты ешкім білмейтін. Талғаттың өмірі бұрынғыдай емес еді. Бір күннің ішінде ол әрі әке, әрі ана болып шыға келді. Таңғы сағат 6-да тұрады. Алдымен пешке от жағады. Балаларына шайын қойып мектепке баратындарының киімін үтіктейді. Қанат пен Айым әкесіне қолғабыс етуге тырысатын, ал Жанат пен Жанерке әлі кішкентай. Олар аналарының неге бұрынғыдай емес екенін толық түсінбейтін. Бір күні Жанерке: «Әке, анам неге мені кейде танымайды?» деп сұрады. Талғаттың жүрегі шым ете қалды. Бірақ қызының көңілін қимай: «Анаң ауырып жүр қызым, жақында бәрі жақсы болады», деді. Өзі бұл сөзге сенбесе де, балаларының үмітін үзгісі келмеді. Күндер айларға, айлар жылдарға ұласты. Қанат мектепті жақсы бітіріп, колледжге оқуға түсті. Бір жылдан кейін Айым да колледж студенті атанды. Екеуі сабақтан кейін жұмыс істеп, әкесіне шамасы келгенше көмектесетін.
Жанат пен Жанерке мектепте оқып жүрді. Талғат болса, таң атқаннан кеш батқанға дейін еңбек етті. Жұмыстан кейін үйінің бақшасына барып, картоп, сәбіз, пияз, қияр, қызанақ егетін. Өзіміз ексек, балалардың несібесі болады дейтін. Жаз бойы бақшада жүріп өсірген өнімдерін қысқа сақтап қоятын. Балалары ештеңеден тарықпасын деп, өзіне жаңа киім де алмайтын. Ескі күртешесін жыл сайын жамап киетін. Бірақ балаларының мектепке жаңа киіммен барғанын көргенде бар шаршағанын ұмытып кететін. Бір күні жұмыстан келе жатқанда ауылдағы мекеменің бастығы бәрін жинады. Қысқарту болады. Кейбір қызметкерлермен қоштасуға мәжбүрміз, деді. Талғат үнсіз тыңдап тұрды. Қағазға қараған бастығы оның аты жөнін атағанда жүрегі зу ете қалды. Көп жыл еңбек еткен жұмысы бір күнде аяқталды. Үйге қайтып келе жатқанда ол балаларына мұны қалай айтарын білмеді. Сол түні ешкімге білдірмей аулада жалғыз отырды. Көзін көкке көтеріп: «Я Алла, балаларымды жерге қаратпа, маған күш бере көр», деп сыбырлады. Бірнеше күннен кейін телефон шырылдады. Хабарласқан Астанада тұратын жиен екен. Оның бір ауыз сөзі Талғаттың өмірін тағы бір арнаға бұрмақ еді. Телефон шырылдағанда Талғат аулада жалғыз отырған еді. Экранға қараса, Астанада тұратын жиені Ермек екен. «Ассаламағалейкум, нағашы, қалайсыз?» «Шүкір, балам». Ермек біраз үнсіз қалды. «Нағашы, ауылда жұмыстан қысқартты деп естідім. Егер келсеңіз, Астанаға келіңіз. Біз жұмыс істеп жатқан құрылыс компаниясында адам керек. Басында бірге тұрасыз, кейін бәрі реттеледі». Талғат бірден жауап бере алмады. Ол өмірінде туған ауылынан ұзап көрмеген. Бірақ 4 баласының болашағы үшін бұл ұсыныстан бас тартуға болмайтынын түсінді. Сол түні балаларын жинап алды. «Балаларым, мен біраз уақытқа Астанаға барам. Жұмыс істеп, сендердің оқуларың мен тұрмыстарың үшін ақша табуым керек». Қанат үнсіз басын изеді. Айым әкесіне қарап: «Әке, өзімізге қиын болмай ма?» Талғат күлімсіреуге тырысты. «Қиындық көрмеген адам жоқ, қызым. Ең бастысы, сендер оқуларыңды тастамаңдар». Кішкентай Жанерке әкесінің мойнынан құшақтап: «Әке, тез қайтып келіңізші». Осы сөз Талғаттың жүрегін шым еткізді. Бір аптадан кейін Талғат Астанаға келді. Оны вокзалдан Ермек қарсы алды. «Нағашы, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады». Ермек алғашқы күндері Талғатты өз үйіне орналастырды. Ертесіне екеуі құрылыс алаңына барды. Бригадир Талғатқа қарап: «Қолымнан жұмыс келе ме?» Талғат жай ғана: «Ауылда істемеген жұмысым жоқ. Тек еңбек етсем болды». Сол күннен бастап оның жаңа өмірі басталды. Таңғы 6-да жұмысқа шығады. Кешке дейін ауыр құрылыс жұмыстарын атқарады. Кейде цемент тасиды, кейде кірпіш қалайды, кейде әрлеу жұмыстарын істейді. Күннің ыстығы мен суығына қарамай еңбек етті. Ал айлық алған күні ең алдымен балаларына ақша жіберетін. Қанатқа оқуына, Айымға жатақханасы мен киіміне, Жанат пен Жанеркеге мектепке қажет заттарына, өзіне тек ең керекті азық-түлікті ғана алатын. Ермек кейде: «Нағашы, өзіңізге де бірдеңе алыңызшы. Үстіміздегі күртеңіз әбден ескіртті», дейтін. Талғат күліп: «Маған ештеңе керек емес, балам. Балаларым тоқ болса болды», деп жауап беретін. Бірақ ол кезде Талғатты өміріндегі ең ауыр сынақ әлі күтіп тұрғанын ешкім білмеген еді. Арада 1 жыл өтті. Талғат Астанадағы жұмысқа әбден үйреніп қалған еді. Құрылыстағы жігіттердің бәрі оны сыйлайтын. «Талғат аға ешқашан жұмыстан қашпайды», дейтін олар. Бір күні қуанышты хабар келді. Айым колледжді аяқтап Астанадағы бір мекемеге жұмысқа орналасқанын айтты. Бұл жаңалықты естіген Талғаттың қуанышында шек болмады. «Қызым, еңбегіңнің жемісін көрдің. Әкеңнің бар арманы сендердің аяқтарынан тік тұрғандарың», деді. Бір айдан кейін Айым Астанаға көшіп келді. Әкесі мен қызы шағын ғана пәтер жалдап тұрды. Кешкі жұмыстан кейін бірге шай ішіп, ауылдағы балаларды, аналары Айгүлді әңгімелететін. Айым әкесінің күн сайын қатты шаршап келетінін байқап жүрді. «Әке, серіз тоғызынке, жұмысты азайтыңызшы, дем алыңыз». «Қызым, Жанат пен Жанеркенің оқуы бар. Әлі біраз еңбек етуің керек», деп күлімсірейтін. Бірақ соңғы кездері Талғаттың басы жиі ауыра бастады. Кейде жұмыста отырып, басын ұстап қалатын. «Жігіттер,
Талғат аға, дәрігерге қаралыңыз, десе ол шаршағаннан ғой, өтіп кетеді деп мән бермейтін. Сол күнде басқалардан еш айырмашылығы жоқ сияқты басталған. Кешке қарай жұмыстан шаршап үйге келді. Айым: «Әке, дем алып алыңыз, мен дүкенге барып келем». Талғат басын шайқады. «Жоқ қызым, сен тамақ әзірлей бер, нанды өзім алып келе қояйын». Ол күртесін киіп есікті жайлап жапты. Подъездің алдына енді ғана шыққан еді. Кенет басы қатты айналып кетті. Көз алды тұманданып, айналадағының бәрі бұлдырап бара жатты. Қолмен қабырғадан ұстамақ болды, бірақ денесі тыңдамай қалды. Келесі сәтте жерге сұлап түсті. Қасында ешкім жоқ еді. Арада бірнеше минут өткенде, көрші подъезде тұратын жас жігіт жұмыстан келе жатып, жерде қозғалсыз жатқан Талғатты байқап қалды. «Аға, естіп тұрсыз ба?» Еш жауап болмады. Жігіт бірден 103-ке қоңырау шалды. Сосын Талғаттың телефонынан «Айым, қызым» деген жазуды көріп хабарласты. Телефон тұтқасын көтерген Айым әлгі жігіттің сөзін естігенде қолындағы кесесі жерге түсіп кетті. «Қарындас, тез келіңіз, әкеңіз құлап қалды». Айым телефонын түсіріп ала жаздады. «Не болды? Әкем қайда?» «Подъездің алдында құлап қалды. Жедел жәрдем жолда. Тез келіңіз». Айым жүгіріп далаға шықты. Жүрегі атқақтап, көзінен жас тоқтар емес. Жеткенде жедел жәрдем қызметкерлері әкесін зембілге салып жатыр екен. Талғаттың көзі жұмулы. Ешқандай қимыл жоқ. «Әке!» Ол жүгіріп барып әкесінің қолынан ұстады. Бірақ Талғат еш жауап бермеді. Ауруханаға жеткен соң дәрігерлер Талғатты бірден компьютерлік томографияға алып кетті. Айым мен Ермек дәлізде үнсіз отырды. Минуттар сағаттай өтіп жатты. Ақыры нейрохирург сыртқа шықты. Оның жүзінен жақсы жаңалық күтудің өзі қиын еді. Науқастың миына өте көп қан құйылған. Диагнозы обширное кровоизлияние мозга. Айымның жүрегі зу ете қалды. Дәрігер сөзін жалғастырды. «Қазір жансақтау бөліміне жатқызамыз, бірақ жағдайы өте ауыр. Алдағы тәуліктер шешуші болады». Ермек: «Дәрігер, аман қала ма?» Дәрігер ауыр күрсінді. «Біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, бірақ шындықта жасыра алмаймын. Мұндай жағдайда адамның өмірі қыл үстінде тұрады. Аман қалған күннің өзінде сөйлемей қалуы, немесе денесінің бір жағы толық сал болып қалуы мүмкін». Бұл сөздер Айымның төбесінен жай түскендей әсер етті. Ол орындығына отырып, бетін екі қолмен жауып жылады. «Әкем өмір бойы ешкімге ауыртпалық салған жоқ. Неге дәл ол?» Сол түні Талғатқа шұғыл ем жүргізілді. Дәрігерлер бір сәтке де жанынан кеткен жоқ. Жансақтау бөліміндегі аппараттардың дыбысы ғана естіледі. Ал есіктің сыртында қызы мен жиені таң атқанша отырды. Ертеңіне Қанатқа, Жанатқа, Жанеркеге де хабар берілді. Басқа қалада жүрген балалар естіген бойда жолға шықты. Бәрінің тілегі бір еді. Тек әкеміз аман қалса екен. Бірақ күндер өте берді. Талғат көзін ашпады. 1 күн, 3 күн, 5 күн, 1 апта өтті. Дәрігерлер оның әлі де комада жатқанын айтты. Әр өткен күн туыстары үшін үмітпен қорқыныштың арпалысына айналды. Ал 14-ші күні таңертең жансақтау бөлімінен күтпеген хабар келді. 14-ші күн. Айым әдеттегідей таңертең ерте ауруханаға келді. Жансақтау бөлімінің алдында үнсіз отырып, әкесі үшін дұға жасап отыр еді. Кенет бөлімшенің медбикесі жүгіріп шықты. «Талғат ағаның туыстары қайсыңыз?» Айым орнынан атып тұрды. «Мен қызымын, не болды?» «Әкеңіз көзін аша бастады. Дәрігер шақырып жатыр». Айымның жүрегі кеудесіне сыймай кетті. Ол палатаға кіргенде Талғаттың көзі ашық екен. Бірақ жанары бір нүктеге қадалып қалған. Айым жақындап барып: «Әке, менмін, Айыммын». Талғат қызына ұзақ қарады. Көзінен жас ақты, бірақ сөйлей алмады. Ерні қозғалғанмен дыбыс шықпады. Оң қолын көтермек болды, қозғалмады. Оң аяғда қимылсыз жатты. Тек сол қолының саусақтары сәл ғана қозғалды. Айым әкесінің қолын ұстап: «Ештеңе етпейді әке, сіз тірісіз. Қалғанның бәрін бірге жеңеміз», деп жылады. Бірнеше сағаттан кейін дәрігер туыстарын кабинетіне шақырды. Жағдайы тұрақталып келеді, бірақ инсульт мидың үлкен бөлігін зақымдаған. «Ол сөйлей аға ма?» деп сұрады Ермек. Дәрігер ауыр күрсінді. «Қазір нақты ештеңе айта алмаймыз. Оң жақ денесі толық салданған. Сөйлеу орталығы да зақымданған.
ұзақ оңалту қажет болады. Кейбір науқастар қалпына келеді, кейбірі келмейді. Бәрі уақытқа байланысты. Бұл сөздерді естіген Айымның көзіне тағы жас келді. Бірақ ол өзін тез қолға алды. Біз бәріне дайынбыз, кек әкемізді аман алып қалайық. Келесі күндері логопедтер мен емдік дене шынықтыру мамандары Талғатпен жұмыс істей бастады. Алғашқы күндері еш нәтиже болмады. Бірақ бір күні логопед «А» деп айтып көріміз. Талғат бар күшін жинады. Ерні дірілдеп «А» деген әлсіз дыбыс шықты. Палатада тұрған Айым көз жасын тыя алмады. Бұл қарапайым ғана бір әрбеді. Бірақ олар үшін бұл қайта басталған өмірдің алғашқы қадам болатын. Алайда дәрігерлер тағы бір қиын жаңалық айтты. Заң бойынша науқас ауруханада ең көбі 30 күн ғана жаталады. Одан кейін оңалту орталығына ауыстыру керек. Бұл сөз бәрін ойландырып жіберді. Өйткені оңалту орталығының ақысы өте қымбат болатын. Бірақ Ермек еш ойланбастан: «Ақшасын уайымдамаңыздар, нағашам аяққа тұру керек. Қалғанын кейін ойлаймыз», деді. 30-шы күн. Талғат ауруханадан шығатын күн келді. Айым әкесінің киімдерін жинап отыр. Көңілі алай-дүлей. Бір жағынан әкесі аман қалды, бірақ екінші жағынан ол әлі өздігінен жүре алмайды. Оң қолымен оң аяғы қимылсыз. Сөйлегенімен кейде сөзін ұмытып қалады. Кейде балаларын бірден таниды. Кейде ұзақ қарап отырып: «Сен кім едің?» деп сұрайтын. Сол сәтте Айымның жүрегі қан жылайтын. Бірақ ол әкесіне ешқашан білдірмейтін. «Мен қызыңыз Айыммын, әке. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады», деп күлімсірейтін. Ауруханадан шыққан соң Ермек нағашысын бірден реабилитациялық орталыққа алып барды. Дәрігерлер Талғатты толық тексеріп шықты. Орталықтың меңгерушісі: «Мұндай науқастармен ұзақ жұмыс істеу керек. Бір айда нәтиже күтуге болмайды. Бірақ тынымсыз еңбек етсе, өзгеріс болады», деді. Ермек бірден: «Қандай ем керек болса да жасаңдар. Ақшасын төлейін. Нағашам аяққа тұру керек». Сол күннен бастап Талғаттың жаңа күресі басталды. Таңертең емдік дене жаттығулары, түсте логопед, кешке массаж, одан кейін қытайлық ине терапиясы. Кейде Талғат шаршап кететін. Бір күні көзіне жас алып: «Қойындаршы, менен ештеңе шықпайды. Балаларыма масыл болдым», деді. Айым әкесінің қолын ұстап: «Әке, бізді кішкентайымыздан сіз өсірдіңіз. Бізге ешқашан шаршадым деген жоқсыз. Енді біздің сізге қарайтын кезіміз келді. Сондықтан мұндай сөзді енді айтпаңыз». Талғат қызына ұзақ қарап қалды. Көзінен үнсіз жас ақты. Арада 2 ай өтті. Бір күні логопед суреттерді көрсетіп отырғанда: «Бұл кім?» деп Айымның суретін көрсетті. Талғат ұзақ қарап тұрды. Бір кезде жүзіне әлсіз күлкі үйірілді. «Айым». Логопед қуанып кетті. «Дұрыс, өте жақсы». Ал Айым шыдай алмай сыртқа шығып жылап жіберді. Әкесі алғаш рет оны еш ойланбай таныған еді. Дәл сол күні физиотерапевт Талғатты 2 адамның көмегімен тұрғызды. Ол бірнеше секунд болса да өз аяғымен тік тұрды. Барлығы қол шапалақтап жіберді. Бірақ дәл сол сәтте дәрігер Айым мен Ермекті кабинетіне шақырды. Оның айтқан сөзі алдағы өмірлерін тағы да өзгертетін еді. Реабилитациялық орталықтағы 3-ші ай басталды. Талғат күн сайын таңғы 7-ден кешкі 5-ке дейін ем қабылдайтын. Алғашында әр жаттығу оған азап сияқты көрінетін. Оң аяғы мүлде бағынбайды. Оң қолын көтермек болса, саусақтар ғана сәл қозғалады. Бірақ дәрігерлер бір нәрсені қайта-қайта айтатын: «Ең бастысы үмітті үзбеңіз. Ми қайтадан үйрене алады, бірақ оған уақыт керек». Ермек нағашысының еміне ештеңеден аянып қалмады. Реабилитациялық орталықтың ақысынан бөлек тәжірибелі массажист жалдады. Аптасына бірнеше рет қытайлық ине терапиясын жасатты. Логопедпен күн сайын жұмыс істеді. Басқа қалада жүрген Фанат, Жанат, Жанерке де қолдарынан келгенше ақша жіберіп тұрды. «Әкеміз аяққа тұрса болды», дейтін олар. Ал Айым болса мүлде жұмысқа шықпай қойды. Жұмыстан өз еркімен шығып, бар уақытын әкесіне арнады. Таңертең жаттығуға бірге апарады, тамақтандырады, киіндіреді. Кешке дейін жанынан бір ел шықпайтын. Бір күні Ермек: «Айым, сен де демалшы, мен қарай тұрайын», деді. Айым басын шайқады. «Жоқ аға, әкем мені кішкентайымнан бір күнде тастап кеткен жоқ. Енді мен де оны жалғыз қалдырмаймын». Күндердің бір күнінде физиотерапевт
Талғатты арнайы құрылғыға тұрғызды. Екі маман екі жағынан демет тұр. Талғат аға, бүгін бір қадам жасап көреміз. Талғат бар күшін жинады. Сол аяғын алға басты. Оң аяғы соңынан әреңлесті. 1, 2, 3. Бар болғаны 3 қадам. Бірақ сол 3 қадамды көрген Айым көз жасына ерік берді. Өйткені осыдан 2 ай бұрын дәрігерлер оның мүлде жүрмей қалуы мүмкін екенін айтқан еді. Кешке дәрігер Талғаттың құжаттарын қарап отырып, жақсаруымыз біз күткеннен жақсы болды жатыр. Бірақ әлі ерте қуануға болмайды. Алда ұзақ жол бар. Талғат алғаш рет анық сөйлеп, мен жүремін, балаларым үшін, деді. Дәрігер жымиып, міне, бізге дәл осындай жігер керек. Бірақ бірнеше күннен кейін орталықтың дәрігерлері туыстарын қайтадан шақырды. Олар Талғаттың әр қарайғы ем туралы маңызды шешім қабылдамақ еді. Ертеңіне дәрігер Ермек пен Айымды кабинетіне шақырды. Екеуінің де көңілі алаң. Дәрігер Талғаттың құжаттарын жауып қойып, жағдайыңызға қарағанда Талғат ағаның оңалуы жақсы жүріп жатыр. Бірақ бұл әлі толық жазылды деген сөз емес. Айым асыға, әкем қайтадан жүре ала ма? Дәрігер сәл ойланып барып жауап берді. Иә, мүмкіндігі бар. Бірақ оған әлі бірнеше ай қажет. Ең бастысы, енді тоқтатпау. Әр күн сайын жаттығу жасау керек. Егер тоқтап қалсаңыздар, бүгінгі жетістіктің бәрі кері кетуі мүмкін. Айым мен Ермек бір-біріне қарап үнсіз қалды. Олар бұл сөздің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Сол күні кешке Айым әкесінің жанына отырды. Талғат терезеден сыртқа қарап үнсіз отыр екен. Әке, не ойлап отырсыз? Талғат қызына қарап күлімсіреді. Сөзі бұрынғыдан анық шыға бастаған. Ауылды сағындым. Айымның көзіне жас келді. Біз міндетті түрде қайтамыз, әке. Бірақ алдымен сіз толық аяққа тұруымыз керек. Талғат қызының қолынан ұстап, сен жұмысымды тастадың. Мен үшін, әке, жұмыс табылар, ал сіз біреу ақсыз. Талғат үндемей қалды. Өмірінде алғаш рет қызының өзіне анадай қамқор болып жүргенін көріп, жүрегі елжіреді. Келесі күндері Талғат бұрынғыдан да көп еңбектене бастады. Таңертең жаттығу, түсте логопед, кешке массаж, ине терапиясы, кейде шаршап демі жетпей қалатын. Сонда Айым әрдайым жанынан табылатын. Әке, тағы бір рет көрейік, бір қадам ғана. Талғат қызының жүзіне қарап қайтадан күш жинайтын. Бір күні физиотерапевт қолына арнайы таяқ ұстатты. Бүгін өзіңіз жүруге тырысып көріңіз. Біз тек жаныңызда боламыз. Талғат терең дем алды. Таяққа сүйеніп, алғашқы қадамын өзі жасады. 1, 2, 5. 10 қадам. Бұл жолы ешкім сүйемеген еді. Айым қуаныштан жылап жіберді. Ермек те көзіне жас алды. Ал Талғат тоқтап, қызына қарап, мен әлі үйге қайтамын. Бұл сөзді естіген дәрігер де күлімсіреп, міне, біз күткен өзгеріс осы, бірақ үйге қайтуға әлі ерте. Тағы біраз уақыт енді жалғастырамыз. Ал дәл сол күні, кешке дәрігерлердің консилиумы жиналып, Талғаттың әр қарайғы тағбырына қатысты шешім қабылдады. Келесі күні таңертең дәрігерлердің консилиумы аяқталды. Айым мен Ермек кабинетке кіргенде, екеуінің де жүрегі дүрсілдеп тұрды. Бас дәрігер қағаздарды қарап отырып, сіздерге жақсы жаңалығымыз бар. Талғат ағаның жағдайы күннен күнге жақсарып келеді. Айым бірден, әкем үйге шыға ма? Дәрігер күлімсіреді. Әлі ерте. Бірақ бұрын біз оның қайта жүруіне күмәндансақ, қазір ондай ойымыз жоқ. Ол міндетті түрде аяққа тұрады. Тек уақыт керек. Бұл сөзді естігенде Айым мен Ермек бір-біріне қарап қуанып кетті. Сол күннен бастап Талғат бұрынғыдан да қайсар болды. Енді ол күніне бірнеше рет дәлізде таяқпен жүретін. Алғашында 10 метр, кейін 20, бір аптадан соң 50 метрге дейін жүре бастады. Орталықтағы басқа науқастар да оған қарап жігерленетін. Талғат аға, сіз мықтысыз дейтін олар. Ал Талғат күлімсіреп, мен емес, балаларым мықты. Олар болмаса, мен бүгін мұнда отырмас едім. Бір күні орталықтың лажекеді күтпеген тапсырма берді. Бүгін қызыңызға өзіміз бір нәрсе айтып көріңіз. Талғат Айымға ұзақ қарап тұрды. Сосын анық болмаса да,
бұрынғыдан әлдеқайда жақсы сөйлеп: «Қызым, рахмет». Айым көз жасын тыя алмады. Өйткені инсульт алғаннан бері әкесі алғаш рет толық сөйлем құрап айтқан сөзі осы еді. Ол әкесін құшақтап: «Әке, мұны айтпаңыз. Сіз біз үшін бәрін жасадыңыз. Енді біздің кезегіміз». Кешке қарай басқа қаладағы Қанат, Жанат және Жанерке де келді. Ұзақ уақыттан кейін 4 бала әкесінің жанында қайта жиналды. Талғат 4 баласына кезек-кезек қарап шықты. Бұл жолы еш қайсысын шатастырмады. Қанат, Айым, Жанат, Жанерке. Төртеуі де әкесінің бұл сөзін естігенде көздеріне жас алды. Өйткені бірнеше ай бұрын ол кейде өз балаларында тани алмай қалатын. Ал бүгін бәрінің атын жаңылмай айтты. Сол кеште дәрігер Талғаттың палатасына кіріп: «Ертеңнен бастап жаңа кезеңге өтеміз. Егер бәрі осылай жалғаса берсе, жақында сіздерді үйге шығару мәселесін қарай бастаймыз. Бірақ бір шарт бар». Талғат пен балалары дәрігердің келесі сөзін тағатсыздана күтті. Ертеңіне таңертең бүкіл отбасы дәрігердің кабинетіне жиналды. Талғат таяғына сүйеніп өзі кірді. Бұл бірнеше ай бұрын жансақтау бөлімінде көзін әрең ашқан адам үшін үлкен жетістік еді. Бас дәрігер бәріне қарап: «Талғат ағаның жағдайы жақсы жаққа өзгеріп келеді. Бірақ үйге шығудың да өз талаптары бар». «Қанат, қандай талаптар, дәрігер?» «Үйге шыққаннан кейін ем тоқтамау керек. Күн сайын жаттығу, массаж, дәрі-дәрмек, сөйлеу жаттығулары міндетті түрде жалғасады. Егер 1-2 ай жалқаулыққа салынсаңыздар, бүгінгі нәтиженің бәрі жоғалуы мүмкін». Барлығы үнсіз тыңдап отырды. Кабинеттен шыққан соң Талғат дәліздегі орындыққа отырды. Балалары қасына келді. Ол төртеуіне кезек қарап шықты. «Сендер бәрін мен үшін көп нәрседен бас тарттыңдар». Қанат әкесінің сөзін бөлді. «Әке, ондай сөз айтпаңыз. Бізді өмір бойы сіз өсірдіңіз. Енді біз сізді аяққа тұрғызамыз». «Жанат, қанша уақыт керек болса да күтеміз». Жанерке әкесінің қолынан ұстап: «Әке, сіз ауылға бізбен бірге жаяу қайтасыз. Мен соған сенемін». Талғат үнсіз күлімсіреді. Көзінен жас сырғып кетті. Келесі апталарда Талғат бұрынғыдан да көп жаттыға бастады. Енді таяқпен ұзақ жүретін болды. Баспалдақпен біртіндеп көтеріле бастады. Логопед те қуанып: «Сөйлеуіңіз күн сайын жақсарып келеді. Бұрынғыдай емес, сөздеріңіз анық шығып жатыр», деді. Талғаттың өзі де бойына сенім келе бастағанын сезді. Бір күні таңертең дәлізде жаттығу жасап жүргенде дәрігер алыстан бақылап тұрды. Талғат 20 метр жерді еш тоқтамай жүріп өтті. Дәрігер ермекке бұрылып: «Біз мұндай нәтижені бірнеше айдан кейін болады деп ойлағанбыз. Ол өте қайсар адам екен». Ермек жымиып: «Нағашым өмір бойы берілуді білмеген адам». Кешке қарай бас дәрігер тағы да палатасына кірді. Қолында Талғаттың медициналық құжаттары бар екен. Ол күлімсіреп: «Егер алдағы бірнеше күнде жағдайыңыз осылай сақталса, сізді үйге шығарамыз. Бірақ үйде де ем жалғасады. Толық сауығып кеттіңіз деп айтуға әлі ерте». Бұл сөзді естігенде Айым қуаныштан әкесін құшақтап алды. Ал Талғат терезеден сыртқа қарап іштей бір ғана тілек тіледі: «Тек туған ауылыма өз аяғыммен кірсем екен». Арада тағы бірнеше ай өтті. Талғат күн сайын үйде жаттығуын бір күнде қалдырмады. Таңертең аулаға шығып баяу жүретін, түсте жаттығу жасайтын. Кешке қызы Айым массаж жасап беретін. Қанат демалыс сайын келіп, әкесін сыртқа алып шығатын. Жанат пен Жанерке де кезек-кезек келіп үйдің сарбасына көмектесіп жүрді. 4 бала бір ғана мақсатпен өмір сүрді: әкелерін толық аяққа тұрғызу. Бір күні кезекті тексеруге барған кезде дәрігер Талғатты ұзақ бақылап тұрды. «Біраз жер жүріп көріңізші». Талғат асықпай орнынан тұрды. Бұрынғыдай емес, қадамы сенімді. Таяққа тек сүйеніп қана келеді. Дәліздің басынан аяғына дейін өзі жүріп өтті. Дәрігер күлімсіреп: «Құттықтаймын, Талғат аға. Ең ауыр кезең артта қалды». Айымның жүзіне қуаныш ұялады. «Әкем толық жазылып кетті ме?» Дәрігер басын шайқады. «Жоқ, әлде ем жалғасады. Үй жағдайында жаттығу, дәрі-дәрмек, массаж міндетті түрде қажет. Бірақ сізді үйге шығарамыз. Өз аяғыңызбен жүріп кеттіңіз. Бұл үлкен жеңіс». Талғаттың көзіне жас келді. Өйткені осыдан бірнеше ай бұрын дәрігерлер оның қайта жүруіне күмәнданған еді.
Үйге оралған күні бүкіл отбасы жиналды. Балалары дастархан жайып, әкелерін күтіп алды. Бірақ сол күні тағы бір қуанышты хабар болды. Айгүл де ұзақ емнен кейін үйіне қайтып келді. Әрине, бұрынғыдай толық сауығып кеткен жоқ. Кейде бір нәрсені ұмытып қалады, кейде басы ауырып кетеді. Бірақ балаларын таниды, үйінің ішін таниды. Ең бастысы, өз шаңырағына қайта оралды. Айгүл үйдің табалдырығын аттағанда, Талғат орнынан тұрып баяу болса да, өз аяғымен оған қарай жүрді. Айгүл күйеуіне ұзақ қарап тұрды, жымиып. Талғат, сен әлі де сондай мықты екенсің. Талғат көз жасын жасыра алмай. Біз бәрін бірге жеңдік, Айгүл. Балалары сол сәтте ата-анасына қарап үнсіз жылады. Бұл олардың көп жылдан бері күткен күні еді. Сол кеште төртеуі ата-анасының жанында отырып шай ішті. Үйдің іші ұзақ уақыттан кейін қайтадан күлкіге толды. Талғат балаларына қарап: мен сендерді өсірдім деп ойлайтынмын. Бірақ мына сынақта мені қайтадан өмірге әкелген сендер екенсіңдер. Айым әкесінің қолынан ұстап: әке, біз сіздің мейіріміңізді ғана қайтардық. Сіз бізге өмір бойы тірек болдыңыз. Енді біз сізге тірек боламыз. Талғат сыртқа шығып, өзі отырғызған ағаштарға ұзақ қарады. Жел баяу есіп тұр. Ол терең тыныс алып, көкке қарап сыбырлады: шүкір. Өмір оған ауыр сынақтар жіберді. Бірақ сол сынақтар оның ең үлкен байлығы, отбасы екенін тағы бір дәлелдеді. Осындай өмірден алынған жүрекке жететін оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Алда сізді тағы да тағдыр, махаббат, үміт пен адамгершілік туралы әсерлі әңгімелер күтеді.